Саламатсыздармы, құрметті көрермендер. Менің аты жөнім Тасқол Перизат Батырханқызы, номер 30-шы Алпамыс бөбекжай балабақшасының тәрбиешісімін. Біздің зергер әке еңбекқор бала байқауына Балдәурен тобының Бертай Асқар Қабитұлы және оның әкесі Шырымбеков Қабит мырза қатысқалы отыр. Сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет. Ал Асқартай балам, бүгін екеуміз ат әбзелдері туралы, жалпы атқа керекті құрал-саймандар туралы әңгімелесеміз. Жалпы маған кішкентай кезімде сенің атаң, Бертай атаң, ат туралы, атқа міну, жалпы ат әбзелдерін біршама үйреткен болатын. Енді мен саған үйретем. Құдай қаласа сен де болашақ ұрпағыңа, балаңа үйретерсің, Әке, ат әбзелдері не? Ат әбзелдері дегеніміз жалпы атқа міну барысында, атты пайдалану барысында қолданатын заттар. Ат әбзелдерінде мынау жүген жатады. Бұл жүгенмен атты басқаруға болады. Және оңға солға бұру үшін, жалпы тізгінді тарту үшін, тоқтату үшін пайдаланатын жүген. Осы жүген деп атайды, ат әбзелдеріне жатады. Ал мына ер тоқым, бұл ер тоқым ең басты ат әбзеліне жатады. Бұл ер тоқымға жалпы жігіт отыру үшін пайдаланамыз ер тоқымды. Ер тоқымның үзеңгісі, үзеңгіге аяқ салып отырамыз. Ең бастысы өмілдірік. Әке, өмілдірік дегеніміз не? Өмілдірік дегеніміз жалпы өмілдірік былғарыдан, қайыстан жасалады. Бұл өмілдірікке мынандай қазақтың оюларында жабыстыруға болады. Ал өмілдіріктің қызметі ер тоқымды артқа кетіп қалудан сақтайды. Өйткені жалпы енді ат тек қана тегіс жолдарда ғана жүре бермейді. Ат биікке шығады, тауға шығады, қияға шығады, сол кезде осы өмілдіріктің көмегі көп тиеді. Түсінікті ғой? Ал Асқартай, саған жалпы ат әбзелдерін түсіндірдім. Енді сен осы мен не айтқанымды түсінгеніңді мен сенен сұрайын. Ал енді Асқартай, балғаның қашау деген заттың көмегімен өмілдірікті безендіретін темірге жалпы қазақтың ою-өрнек деп шығамыз. Түсіндің ғой? Мен істегенімді істеп қарап отырайық. Мына сызықтың бойымен Асқартай, басқа жаққа тек қана осы ойдың бойымен тұрады. Түзілісті қашауды. Ал Асқартай, ат өмілдірік жаңа саған түсіндірдім. Енді өмілдірікті біз осындай күміс оюлармен безендіреміз. Бәйгеге, көкпарға барған кезде әдемі көрініп тұру үшін мына жабыстыру көмектес. Үстіне басамыз. Алынбайды ма? Алынбайды. Жабыстырамыз мүмкін. Алынбайды. Әкесін алынбайды. Жоқ, алынбайды. Үстіне баса да сен басып тұрсың. Сол жерде алынбайды. Мына жерге бас. Үш жерге бас. Бас үстіне бас. Ыстық емес па? Сәл ыстық қалып тұрғанда. Ортасында осы ең басты ою-өрнекті жабыстырамыз. Өмілдірік сәнді көріну үшін, Ойласты ғой. Елі мен ғой. Енді біз ат әбзелдерін кигіземіз, атты көкпарға дайындаймыз. Бірінші несін кигіземіз? Бұның аты не? Ауыздық. Жүген деп айтасың. Жүген. Дұрыс айтасың, бұның да ауыздығы болады. Жүгенмен атты басқарамыз, кигіземіз. Бірінші астын кигіземіз, бірінші ауыздық жағын кигіземіз. Ауыздан өткіземіз. Құлағынан асырамыз, құлағынан асыр. Ұстап қоямыз. Мынаны не дейді мынаны? Тізгін. Ел тізгінін ұстайтын азамат болатын қалса. Ел тізгінін ұстау үшін бірінші аттың жүгенінің тізгінін ұстау керек. Мұндай қолдап ұста. Ер тоқымнан бұрын бірінші тоқымын саламыз. Бірінші тоқымын саламыз. Тоқымның үстіне ер тоқымның өзін қоямыз. Бұл тартпа не үшін керек? Мына құлап көктеу үшін керек. Ер тоқымды ұстау үшін керек. Астынан өткіземіз. Тартпасын тарттық. Енді мынау не нәрсе? Жаңа ғана саған түсіндірдім. Бұл не нәрсе? Екеуміз безендірдік. Өмілдірік. Өмілдірік, Асқартай, жалпы өмілдірікті саған түсіндірдім, Өмілдірікті ер тоқым артқа кетіп қалмас үшін, бір орында тұру үшін пайдаланады екенбіз. Өмілдірік туралы жақсы түсіндірдім деп ойлаймын.
өмір бойы өмілдірік есінде қалады.